Сәлем достар, менің видеомды қарап отырғаныңызға рахмет. Бүгін мен өте бір актуальный тақырыпта видео түсіргім келді. Ол біраз уақыт актуальный болып келе жатыр. Ол менің сумкамда не бар, что в моей сумке. Мен міне осындай рюкзачок ұстаймын, көбінесе маған өте ыңғайлы, білесіздер ме? И әр образбен кете береді, шынымен юбка, сым, білмеймін, не болғандықтан өте жақсы барлық заттармен, киімдермен кете береді. Егер ораза ұстаған болсаңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Ендеше бастайық. Ең бірінші көрініп тұр ма, ашқан кезде маска. Мен осылай сумкама 2-3 маскадан салып қоямын, чтобы кейде ұмытып кеткен кезде таға салатын. Так. Одан кейін ашқан кезде менің қолыма очки тиеді. Ол летний очки, жазда өте әдемі көрінеді бұл образбен. Мен сүйікті очки демеймін, сүйікті, бірақ ежедневный болмайды. Кейбір образдармен. Одан кейін екі блокнот. Мен шынымен всегда собой әрдайым өзімен алып жүретін блокноттарым. Мен мына блокнотқа өзімнің пландарымды, видеоға арналған идея, сценарий, көбінесе кейбір тізімдерді осы блокнотқа жазамын. Клетка бұл. Ал мына блокнот мен самый любимый ең сүйікті блокнотым. Оның іші мынандай, мынаяқта жазып жүр екен. Мен осындай линейкада. Осындай линейканы негізі алсаңыздар өте удобно шынымен. И мен ең сүйікті блокнотым бұяққа мен әртүрлі кітаптардан, оқыған кітаптарымнан керек нәрселерін түртіп аламын. Pinterest'тегі өте адамдарға қажет идеялар, яғни саморазвитиеда қолданатын блокнотым. Одан кейін менде мынандай бұл освежитель для полстирдан өте жақсы, негізі шынымен. Не үшін қолданатын білетін жарыстар өте жақсы, бірақ қазір оразада болмайды. Одан кейін маркер. Сосын мынандай бандамка. Кейде шашым өзіме ұнамай тұрған кезде осындай мен осылай бандамканы таға салам. Ол қара түсі. Маған өте қатты ұнайды, мынандай мысықтармен. Менде тағы 2-3 түрі бар. Бұл да всегда сумкамен өзіммен жүреді. Кейін менде крем для рук. Мен қолдарым өте құрғақ, даже әшейін сумен жуған өзінде қатты құрғап кетеді, сондықтан мен крем для руксыз жүре алмаймын. Маған ең қажет заттың бірі. Одан кейін ручка. Мен сүйікті для күн есептен арналған үлкен Феста Дивида. Одан кейін карандаш помадка. Так, резинка. Әр қыздың сумкасында болған нәрсе. Потом мынандай тоже блокнотик для заметки дейді. Заметка жазып жүргенге. Флешка. Білмеймін, не флешка екен, әйтеуір жүреді. И мен мына секторды мұнша қолданбаймын, ашпаймын. Бұл да замокта. Бұны негізі тырнаққа жабыстырады, бұрын сақылын, бірақ білмеймін, не істеп жүрген. Потом помадка. Матовый, бірақ көп қолданбаймын бұны. Мен қазір тек білезік жағып жүрмін. Көрініп тұр ма? Ол потом видеокамера мен зерткізушкамды өте көп өзіммен алып жүремін видеокамераны, себебі бір күшті нәрсе болса түсіруге. Зерткізуші қапты қосылмай тұр. Салфеточка. И потом бальзам для губ. Өте жақсы көремін, иісі де күшті. Так, и все. Барлығы осы. Өте адамдар жүріп, мән білмеңіздер. Міне бұл заттар менде в основном часто тұрады, ал кейде көп заттардың орны ауысады, себебі қыдыруға мен мысалы шыққанда бұның бәрін алып жүре алмаймын, сондықтан
заттар алып потом менде, конечно, сумкада переключенный микрофон. И қазір сіздерге видео түсіріп жатқан штативім әрдайым өзіммен жүреді. Менің каналыма тіркелеміз. Егер тіркелмеген болсаңыз, астындағы қызыл нүктені басып тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше.